Әр жұмада еркектер жұмысқа барып сауап алады. Әйелдер сол секілді мол сауапқа қалатындай не істесе болады? Вай, машалла, қандай жақсы сұрақ. Сол күйеуіңнің қызметін қарап, кешке жақсылап күтіп алып, күліп, күйеуіңізге қызмет жасап, аяқ киімін жуып, киімін жусаңыз, бір көйлегін әйел күйеуінің көйлегін жуса, 1000 күнәсі кешіріліп, 1000 сауап жазылады. Күйеуіңнің ботинкасын жусаң, носкиін жусаң, сауаптың астында көмілесің. Күйеуіңнің ата-енесін бүйтіп, енем, атам деп баптасаң, одан да сауапқа қаласыз. Күйеуіңіздің туысқандарын барлығын жақсы көрсең, саған жамандық жасаса да жақсы көрсең, сауаптың астында қаласың, жаным. Күйеуіңіздің әрбір қателігін термей, соны асырып, жаманшылығын жасырсаңыз, жұмадан да артық сауап аласың. Ең негізгісі, пайғамбарымыз уафаму уәл фаржу, ұятты жерлеріңізге ие болсаңыз, бақытты адам сіз боласыз. Бұдан артық сауап аласыз. Жәннетке қалаған адамыңызды алып кіресіз, Құда қаласа. Еркекке қиын. Еркек туылғаннан мақталмайды. Еркектің мойнында жұмыс көп, ата-ана, әйел, бауыр, қарындас, проблемадан проблема еркектің бәрінде. Жұмаға бару керек, еркектің жұмысы көп. Әйелдікі ең жеңіл. Еще жәннетке қалаған адамын алып кіреді. Күйеуіне итағат қылса, Алланың әмірін бұйырса дейді. Қандай дәреже сізде? Қыз туылғанда қалай мақталдыңыз сіз? Үлгі отаны беріп тұр Аллах Тағала және елшісі. Соны пайдаланбайсыздар ма?